Армысыздар, ардақты ағайын, эфирде ауыл және әкім хабары. Бүгін біз студиямызда Бейнеу ауданына қарасты Сарыға селолық округі жайында әңгімелесетін боламыз. Алдымен ауылдың тыныс-тіршілігі жайында қысқаша мәлімет. Бейнеу ауданына қарасты Сарыға селолық округі. Ауыл 1974 жылы құрылған. Ауылдың жалпы аумағы 25 мың гектар. Халықтың саны 1680, зейнеткерлер саны 72, еңбекке қабілетті адамдар 767, оқушылар саны 475, мекемелер мен кәсіпорындар саны 7. Олар: Жангелдин атындағы орта мектебі, Бейнеу мектеп-интернаты, Сарыға бөбекжайы, Сарыға дәрігерлік амбулаториясы, Қазпошта акционерлік қоғамының бөлімшесі, Қазақтелеком акционерлік қоғамының бөлімшесі, мәдениет үйі. Ауылда 10 шаруа қожалығы мен 10 дүкен бар. Сонымен қадірлі көрермен, бүгін біздің студиямыздың қонағы Бейнеу ауданы Сарыға селолық округінің әкімі Болысов Марат Есенұлы. Марат Есенұлы, студиямызға қош келдіңіз. Халқыңыздың қал жағдайы қалай? Халқымыздың қал жағдайы жақсы. Қазір күйлі қуатты ма? Күйлі қуатты. Енді қазір 255 үйде жаңа айтып өттіңіз, 1680. Сізді жалпы көрерменіміз мынау әкімдік қызметке 2 рет сайланған әкім ретінде біледі екен. 10 жылдық тәжірибеңіз бар екен. Өткен жылы үлгілі ауыл байқауында мынау 3000 адамға дейінгі ауылдардың арасынан 3-ші орынды иеленген екенсіздер. Сондықтан да еңбегіңіз бар деп есептейміз. Ал қандай мәселе бар жоғын бүгінгі көрермендеріміз хабарласып айтар, өзіңіз есеп беру барысында да толығырақ мағлұмат береді деген сенімдеміз. Сонымен алғашқы сауалымды мынау ауылдың инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамытудан бастасақ, жалпы халыққа керегі ауыз су, жарық, газ мәселесі, жол мәселесі. Осыдан бастасақ әңгімемізді. Енді біздің ауылымыз 1974 жылы құрылған. Қазір ауылдың тұрғындары 1680, 255 үй бар. Оның барлығында да инженерлік инфрақұрылымы тартылған, газы, электр желісі тартылған. Енді мына жаңадан салынып жатқан тұрғын үйлерге жер учаскесі беріліп жатқан жерлерде телефон желісі жоқ. Оған біздер ұсыныс бердік, алдағы уақытта тартылатын болады. Және жол мәселесі жаңағы 4170 метр жолға сметалық жобалық құжаттар жасақталып қойды. Бұл да алдағы уақытта жөнделетін болады. Нақтырақ тоқталалық. Мынау 1985 жылға тартылған газ құбырлары ескірген екен. Жаңалауға жағдай бар ма? Енді бізде бір қуанарлығы су құбыры мен газ құбыры ертеректе осы ауданда бірінші тартылды. Енді қазір солар ескірді, газ құбыры. Қазір ол газ құбыры ИП Тастайбекованың меншігінде. Бұл кісі дейтін газ құбырына жөндеу, ауыстыру, басқа жұмыстарын жасай алмағандықтан Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамының Бейнеу ауданындағы бөлімшесі бар, газ шаруашылығы мекемесі. Осылар қамтып отыр. Қазір екі арада келіссөздер жүргізіліп жатыр. Жаңа жеке кәсіпкер осы газ аймақ мекемесіне газ құбырын тапсырайын деп жатыр. Содан кейін жөндеу жұмыстары басталады. Қашан екенін нақты айта аласыз ба? Қашан екенін қазір нақты айта алмаймын. Осы алдағы жылдары болады. Жалпы ауыстырамыз деген жоспарда бар. Бар. Тағы бір мәселе, мына көшелердегі жарықты мәселесі болатын, орнаттыңыздар ма? Жалпы мекемелердің алдында жарық бар екенде, көшелерде жарық мәселесі шешілмеген. Бұл да мекемелерде кәсіпкерлік нысандарда жарықтары бар да, бірақ орталық көшеде болмаса басқа жерлерде жарықтар жоқ. Енді бұған демеушілік көмегі арқылы 20 жарық несін орнатамыз, жарық лампыларын орнатамыз. Сосын жарықтандыру болады деді, бірте-бірте орнатам беретін боламыз. Алдағы жылдары, өткен жылдары сметалық жобалық құжаттарын жасақтағанбыз. Бұған енді 8 миллиондай қаражат керек болып тұр. Енді пока ондай қаражат жоқ, сондықтан кейінге қалдыру. Әзір жарықтанбайды. Әзір тек орталық көшені жарықтандырамыз. Түсінікті. Енді мынау ауылыңызда 2 мектеп бар екен, соның бірі 10 жыл бұрын күрделі жөндеуден өткен екен.
Ағымдағы жөндеуді жасап жатырсыздар ма? Неліктен ұзақ уақыт күрделі жөндеуден өтпеген деген мәселе? Бізде қазір ауылда 2 білім ордасы бар. Бірі Жангелдин орта мектебі, бұл ауыл құрылғалы бар мектеп. Екіншісі Бейнеу мектебі интернаты. Жангелдин орта мектебіне 2008 жылы күрделі жөндеу жүргізілді. Одан бері қарай да жөндеу жұмыстары жүргізіліп келе жатыр. Еденін ауыстыру, жылу қазандықтарын ауыстыру, жылу батареяларын ауыстыру, бұның бәрі өтті. Енді ғимаратты әрлеу, басқа жөндеу жұмыстары алда жүргізіледі. Бірақ жыл сайын жеңіл жөндеу жұмыстары жүргізіліп келеді. Ауданыңыздағы жалғыз мектеп интернаттың жайы қалай? Мектеп интернатта жалпы жылда 120 баладай оқып келеді. Бұл шалғайдағы ауылдың балдары және әлеуметтік жағынан аз қамтылған аудандағы балдар осы оқып келе жатыр жыл сайын. Жағдай жақсы, барлық мүмкіндіктер қарастырылған. Тамақ 4 мезгіл тамақпен қамтып тұрады. Жақсы жағдай. Шағым айтып келген ата-аналар болды ма өзіңізге? Шағым айтып келген ата-ана болған жоқ. Енді ана жылудан бір өткен жылдары бір қыс қатты кезде кішкене суықтау болды. Енді биыл мына біздерде 4 мекемені бір жерден орталықтан жылумен жылытамыз. Енді сол жылу қазандықтарының жаңағы аузында пештерін ауыстырайын деп жатырмыз. Енді жылы болады деп ойлаймын. Енді ауылыңыз қыста ерекше ыстық, қыста ерекше суық, жазда ерекше ыстық болатын ауыл. Сондықтан да алдын ала қамданған дұрыс деп ойлаймын. Қамданамыз, енді қазір қысқы дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мектептеріміз жалпы жылы, басқа мекемелеріміз де барлығы да жылы. Енді мынау жол мәселесіне аз кем ғана тоқталып кеттіңіз. Жолда жалпы 7385 шақырымдық жол бар екен, соның 3200 шақырымына ғана тас шебін төселіп жөндеуден өткен екен. Қалғаны қашан жөнделеді деген сауал бар. Жаңағы айтқандай 4170 шақырым жол, ол тек қана жобалық сметалық құжаттар жасақталып тұрған, болған қаражат бөлінген жағдайда жөндейміз. Ал бірақ енді қазір ауыл ішілік су құбыры жүріп жатыр. Енді қазір ауылда әр жерде көшелердің бәрі қазылып жатыр. Сол болғаннан кейін жеке кәсіпкерлердің көмегімен осы жолдарды бір күрейтін боламыз. Тегістеп. Күрегеннен кейін толықтай тегістеліп жол жөндеуден өтеді. Орталық көшелермен жаңағы жаяу жүргінші. Орталық көшемен жаңағы разъезге баратын жолдар, жаңағы тағы да үлкен көп машина жүретін жолдарды ғана жөндеп қоямыз биылша. Аудан мен екі аралыққа мына ауыл мен ауданның орталығына жүретін қоғамдық көлік өткен жылдар болмаған, биыл қалай? Биылда бұл көлік болмайтын шығар, себебі біздер ауданға ең жақын орналасқан ауылымыз 18 шақырым. Қазір ауылдағы 255 үйдің 190-да жеңіл көлігі бар. Бұрынғы уақыттарда мына көлік аз кезде жеке көліктер, жаңа қоғамдық көліктер болған. Ал қазір қоғамдық көлік шығуына себебі адамды тұрғындар оны қажет етпейді. Себебі ол қоғамдық көлік уақытымен жүреді, оған адамдар қарамайды, жеңіл жаңа таксиге мініп кетеді. Сондықтан өзі маршрутын ақтамайтын болды. Оны біз зерттеп көрдік. Қазір жеке таксимен жүргенді қолайлайды халық. Осылайша әзірге қоя тұру мәселені. Түсінікті. Жалпы ауыз су мәселесі бар. Ауыз су мәселесі жасырын айта алмаймыз, жасырып қала алмаймыз. Ауылымызда 2 су резервуары бар екен. Енді осы уақытқа дейін жаңағы су таситын көліктермен тасып келе жатырмыз осы суды. Негізі жаз айларында кішкене халық суды көп тұтынатындықтан кейде мәселелер болады. Сондықтан аудан орталығынан келіп су таситын көліктер келіп халыққа су тасымалдайды. Енді бұйырса жаңа айтып өттім, ауылға су құбыры тартылып жатыр деп. Енді осы жұмыстар біткеннен кейін барып бұл мәселелер шешілетін болады. Түсінікті. Енді мына көкөніс өнімдері, су мәселесінің тапшылығынан көкөніс өнімдері қолға алынбайтын болар деп ойлаймыз. Енді су тартылғаннан кейін барлығы да болады, себебі біздің ауыл жаңа айтып өткен. Жоспарыңыз бар? Жоспарда мына негізі егіс өнімдерін өндіріп бір мезгілде дүкенге тапсырған кезеңдер де болды. Бұл шаруа қожалығы, жаңа 10 шаруа қожалықтың ішінде 2 шаруа қожалығы мал бағумен қатар егін егумен де айналысты. Осы биылғы жылдары егін екпей қалды.
Қазір себебі мына қуаңшылық бар, енді малдың өзі суды көп пайдаланып тұрғандықтан енді алдағы жылдар егілу керек. Ауыл дүкендеріне келіп сатылады. Шаруа қожалықтары деп қалдыңыз, ауылыңызда 10 шаруа қожалығыңыз бар екен, 15 мыңға жуық мал басы бар. Жалпы қожалықтарға көңіл бөліп отырсыздар ма? Жалпы мына шаруашылықтардың барлығына көңіл бөліп отырамыз. Енді жаңа айттым, биылғы жылы қуаңшылық болды. Сондықтан мына жан-жақтағы көрші облыстардан шөп алдыру мәселесін алып жатырмыз қазір қолға. Бірақ шөптің мына жанар-жағармайдың қымбаттауына байланысты мына шөптің бағасы да қазір қымбат болып тұр. Былтырғы жылдары бір түк жаңағы пресс 350 теңге болса, биыл енді 600 теңгеден әкеліп сатылып тұр. Әртүрлі шөптер, енді соны алып жатыр адамдар. Биыл енді шаруашылықтардың тек қана біреуі шөп шабумен айналысып жатыр. Бұл да енді алыстау жерден тек қана сатылымға емес, тек қана өзінің қожалығына үшін шабуға жатыр еді. Қалай шешуге болады деп ойлайсыз? Енді шешілу мәселесі жаңадай, енді біздерде шөп шыққан жоқ, былтырда шыққан жоқ, биылда шыққан жоқ. Тек қана басқа облыстардан келген шөптер сатылып тұр. Біздер жан-жақтан танитын адамдарымызға телефон соғып айтып жатырмыз, біздің ауылға келіп сат деп. Жаңағы болмаса жаңағы мал басына айырбаста деп айтып жатырмыз. Енді бірталай алда талай жұмыстар жасалынады бұл жөнінде. Дегенмен халық қымбаттаған шөпті алуға мәжбүр. Алып жатыр, алуға енді басқа шөп жоқ себебі. Соны алып жатыр. Өткен жылы студиямызға келгеніңізде инвестиция тарту мәселесі жөнінде сөз қозғалған болатынсыз. Қандай нәтиже бар? Бұл енді жақсы нәтиже бар, себебі мына қазіргі таңда 2000-нан асқан ауылдарды қазір бюджетін өздеріне беріп, салықтарды өздеріне түсіп жатыр. Енді болашақта біздің ауылымызға да осындай мүмкіндіктер тиетін болады. Сондықтан біздер осы бастан инвестиция тарту жұмыстарын қолға алып жатырмыз. Мысалы 4-6 автокөліктерге газ құю станциясына жер бердік, оның қазір 4-еуі жұмыс жасап тұр. Олар және біздің ауылымыздың халқын жұмыспен қамтып тұр бір жағынан, және мына аудандық бюджетке жақсы қаражаттар түсіп тұр, салық түсіп тұр. Инвестиция көлемін осылай тартып жатырмыз. Басқа енді біздерде өндіріс орындары жоқ, сондықтан ғана мына жеке кәсіпкерліктермен осылай жұмыс жасап жатырмыз. Енді қай бағытта кеңейту жоспарда бар? Енді мына қазір Бейнеу ауылы мен Сарға ауылының арасы енді 18 шақырым. Сол жерлерге алдыңғы 16 жылдан бастап жеке кәсіпкерлік нысандарға жер учаскелерін беріп бастады. Енді биылда осы аукцион арқылы осы жерлерге беріліп жатыр. Болашақта мына екі Бейнеу ауылы мен Сарға ауылы қосылып, сол жердің барлығында жеке кәсіпкерлік нысандар болады. Кәсіпкерлік нысандар болғаннан кейін ауылдың жұмыссыз мәселесі шешіледі деп ойлаймын. Қысқаратын адамдар өз күнін өзі көретін болады. Жалпы бас жоспарыңызды бір жыл бұрын жасақтаған екенсіздер. Қаншалықты ғимараттарыңыз толықты? Қандай жаңа нысандар салынды? Енді бас жоспарға сәйкес, бас жоспар жалпы 25 жылға жасалды ғой. Біздер 2015 жылы жасадық. Бас жоспарға сәйкес алдыңғы уақыттарда халық саны көбейген жағдайда мына балабақша, мешіт, жаңағы полиция ғимараты, әкімдік ғимараты, спорт алаңы, тағы көптеген нысандар жоспарда бар жасақталуға. Енді қазір мына балабақшамызда, мектебімізде бала әлі орын жоқ емес, барлығы жеткілікті, сондықтан әзірге кідіріс болып тұр. Осы ауылдағы қазірге осы 7 мекеме жұмыс жасап жатқан. 355 оқушыңыз, 65 балабақшада тәрбиеленушіңіз бар екен. Балабақшамыз 2009 жылы ашылды. Қазір бөбекжай 75 балаға арналған. Өткен жылы 70 бала тәрбиеленді. Қазіргі таңда 65 бала бар. Өте жақсы, балабақшаға сай жабдықталған. Қазір балабақшаға кезек, онда не жоқ біздерде. Барлық уақытта алуға мүмкіншіліктер бар. Балабақшаларыңыз мемлекеттік па, болмаса кәсіпкерлік нысандары ретінде ашылған? Мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын. Мамандарыңыз қалай, жеткілікті ме? Мамандарымыз жеткілікті. Осы жылға дейінгі 2009-дан 2017 жылға дейін дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша 12 маман келді мектептерге. Қазіргі таңда мамандарымыз жеткілікті.
Дәрігерлік амбулаторияңыз 5 төсектік екен. Біздің ойымызша тым аз секілді. Сіздің ойыңызша қалай? Зейнеткеріңіз бар екен 77 адам. Енді бізде ауылдағы Сарыға дәрігерлік амбулаториясы аурудың алдын алу, сауықтыру, емдеу бағытында күн-түн демей жұмыс жасап жатыр. Түнгі шақыртуларға да барады. Енді аудан орталығы жақын болғандықтан бір жедел жәрдем көлігіңіз бар. Бар, иә. Аудан орталығы жақын болғандықтан кейін мына науқастар сол жаққа барып емделеді. Біздікі тек жаңа күндізгі стационар арналған. Спортыңыздың жайы қалай? Бір Енді спорт залыңыз бар. 2 спорт залымыз бар бізде. Бейнеу мектеп-интернатында, Жангелдин орта мектебінде. Бұған енді ауыл жастары кешкі уақытын тиімді пайдалану үшін, әсіресе мына қыс айларында кішкене адамның көп қолы бос айтып сол кездерде ашып жүрміз. 2 мектептің өзінің жаңа дене шынықтыру пәнінің мұғалімдері кешкі мезгілде ашады, сол жерге барып ойнап жатады. Енді жаңа осы бағдарламаның басында айтып өттік, жаңа үлгілі ауыл атағын біздер жеңіп алдық. Осыған байланысты біздер спорт алаңын жабдықтадық. Бала дене шынықтыруға жастарға қолайлы жағдай жасап жатырмыз. Енді қазіргі таңда сол спорт алаңының ішіне жаңағы шөп төсеу, газон. Соған демеушілік іздеп жатырмын. Бір жермен сөйлесіп қойдым. Демеуші болуға уәдесін берді. Енді соны төсесек, ары қарай ойынды, жарысты бастап кетуге әзір. Жалпы жастарыңыз немен айналысады? Ауыл жастары жалпы енді ауыл болғаннан кейін барып ат болады, атпен айналысатын жастар бар, ат шабыс, тай жарысқа қосады. Сосын спорттық жарыстарға қатысады. Біздерден енді мақтанарлығы мына гриплингтен, сосын барып мына шығыс жекпе-жегінің түрлерінен, дзюдодан ауылымыздың жастары республикалық дәрежеде орындар алып жүр. Ешмановтар мысалы айтып өтейін, ағайынды. Сосын мына Құлтаев деген, Шәміл деген азаматымыз, осы жігіттер ауылымыздың атағын сол республикада танытып жүр. Енді жалпы жұмыссыздық жоқ деп айта алмаймыз. Қазіргі күнде 22 тұрғыныңыз жұмыс ретінде тіркелген екен. Қандай қарекет жасап жатырсыздар? Енді өткен жылы біз тұрақты жұмысқа 28 адамды орналастырдық. Биылғы жылдың өзінде 14 адамдай орналасты тұрақты жұмысқа. Біз жан-жақтан қай жерде қандай жұмыс болады, бар, соны ауылдың тұрғындарына жеткізіп айтып жүреміз. Қазіргі таңда мына тұрғындардың көбі өзінің малымен күн көріп отыр, көбі жұмысты талап етпейді. Сондықтан мына өз бетімен күн көрушілер қазір бар, көпшілігі сондай. Ал жаңағы ресми тіркелген 22 адам, бұларға алдағы уақытта қандай жұмыс бар, сол жұмыс ұсынатын боламыз. Жалпы мал басының көбеюі қалай? Мал басы енді жылдан жылға көбейіп келе жатыр енді. Бұлай енді қазақи тілмен айтқанда енді сіз өзіңіз әкім болған 10 жылдың ішінде қаншалықты өсті? Енді жылына 3%-ке өсіп келе жатыр ғой мал басы дейді. Енді жаңа айтып отқан мысалы 2 үйір бар жылқысы, келесі жыл қалай болғанда да оның бір үйірі шығады. Қой саны сірә үлкейіп келе жатыр. Мысалы мен 2012 жылы бір шаруа қожалығында 345 қой береді. Қазір 1000-жарымдай қойы бар. Соны есептеп көріңіз енді. Өсім бар. Өсім бар, иә. Халық себебі малға көп көңіл бөліп келе жатыр. Өсім бар. Ауылыңыз қауіпсіз бе? Ауылда учаскелік полиция инспекторы жұмыс жасайды. Енді қылмыс, оның ішінде кісі өлімі ондай болған жоқ. Енді мал ұрлықтары былтыр тіркелді. Мал ұрлығы, сосын басқа да ұрлық жасау фактілері тіркеліп келе жатыр. Онымен енді полиция инспекторы жұмыс жасап. Не себеп? Енді ол жаңа... Жасөспірімдер ұрлығы ма болмаса? Жоқ, бұл менің ойымша бұл енді басқа жақтан келген болу керек деп ойлаймын. Енді мына далада қалған малды ұрлау фактілері сондайда орын алды. Ауылдың ішінде ондай факті болуы мүмкін емес деп ойлайсыз? Болуы мүмкін, мен нақты айта алмаймын енді. Қазір мына учаскелік полиция инспекторлары біреу 3 ауылға бір инспектор болып тұр тек қана. Ол біресе мына ауылда жүреді, біресе ана ауылда жүреді. Ол мысалы түнгі мезгілде біздің ауылға кейде келе алмай қалады. Сондай кезде осындай фактілер болуы мүмкін. Бұл жөнінде хабарлы ма басшылық? Бұл жөнінде хабарлы. Неліктен бір ауылға бір инспекторды бекітіп беруге мүмкіндік болмай отыр? Себебі мына аудандық, мен өзім ойым, ішкі істер бөлімінде мына вакансияларда орындар бар. Бұған енді көп жастар менің ойымша бармайды деп ойлаймын. Сондықтан учаскелік полиция қызметкерлері жетіспейді.
Көрерменіміз бар. Сауалыңыз тыңдалық. Саламатсыз ба? Сауалым әкіміне сұрақ қойын деп еді. Ауылда кешкісін көше қараңғы, қашан жарық болады екен. Сосын жаңағы түнге қарай балдарымызды көшеге жіберіп ойнатуға қорқамыз. Жабайы иттер, қаңғыбас иттер бар. Соларды азайтуға болмас па екен? Рахмет. Рахмет. Енді жаңағы жарық мәселесі тек қана мына орталық көшеде жаңа кәсіпкер нысандармен жаңа мекемелер орналасқан. Солардың тек қана ағылы ғана жарық қазір. Енді жаңа айтып өттім, осы биыл 20 жарық лампысын орнатамыз осы биыл. Бұл кәсіпкерлік мені келісіп қойдым, осы алып беру керек жақын арада. Сосын жарықтандырып болады деп ойлаймын. Жаңағы ит мәселесі айтым, тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында енді жыл сайын ит аулау шарасын ұйымдастырып келе жатырмыз. 16 жылы 32 ит, 17 жылы 36, биылдың өзінде қазірдің өзінде 20 шақты осындай ит ауланды. Аудандық ит сервис мекемесі арқылы. Қазір біздің ауылымызда ит мәселесі жоқ. Қауіпсіз жүруге болады тұрғындарға. Қауіпсіз жүруге болады, бірақ жаңа қауіпсіз болған жағдайда тұрғындар өздері телефон шалып айтады, міне осындай ит жүргенін біздер оны сол бойда болмаса ертесіне аулауды ұйымдастырамыз. Жалпы тұрғындармен қаншалықты жиі кездесесіз? Тұрғындармен жиі кездесіп тұрамыз. Тек қана мына әкімдік жұмысында емес, мына мерекелерде де, басқа уақыттарда да кездесіп тұрамыз. Олар енді өзінің сауалдарын тек әкімшілікке келіп қана емес, ауылдың көшелерде де көрген кездерін айтып жатады. Мүмкіндігімізше бәрін көмектесіп жатырмыз. Жалпы өзіңіз әкім болған жылдарда түйіндеп қарағанда қандай мәселе бірінші басты кезекте деп ойлайсыз? Енді мына ауылды халықты ең бірінші мына инфрақұрылыммен қамтамасыз ету, тоқ мәселесі, су мәселесі, газ мәселесі, оның барлығы енді бірте-бірте шешімін тауып келе жатыр. Енді биыл жаз айларында мына тоқ әлсіз кездер болды. Енді мұны өз тиісті мекемелерге хабарласып, бұлар енді мәселесін шешуге жұмыстанып жатыр. Осындай мәселелер болады, басқа мәселе болмауы мүмкін. Су, газ, электр энергиясының бағасы халықты қанағаттандыра ма? Халықты енді қанағаттандырмаса да, осындай енді баға жыл сайын жаймен болса да қосылып келе жатыр. Енді оны арзандамайтын шығар деп ойлаймын. Қазір қанағаттандырады, халық дейтін газға, тоққа бере жағы жоқ. Ай сайын өздері төлеп тұру. Жалпы бірлесіп қоян қолтық жұмыс жасауға бармыз дейсіз ғой тұрғындармен. Ауылыңыздың тазалық мәселесі қалай? Біздің ойымызша қыс мезгілінде тазалау мүмкіндігі өте қиындайтын тәрізді. Енді жаңағы тазалық мәселесі жыл сайын жаңағы 4-5 күнде арнайы осы тазалыққа бөліп, жаңағы арнайы техникалар шақыртып тазалап тұрмыз. Енді бұл тазалықтың ішінде біз тек қана қоқыстарды ғана тазалап жатырмыз. Енді мұны газ жаңағы айтып өткен 85 жылдан бері тартылғандықтан біздерде халықта қиды жақпайды. Сондықтан ауылдың екі шетіне көң қилар жинақталып қалған. Бұларды жаймен жаңа тазалық айлығында бұларды тасып жатырмыз. Негізі халық дейтін әркім өзі үйінен қорасынан шыққан қиды әркім өздері тасу керек. Бұған енді халыққа түсіндіріп келе жатырмыз, түсініп келе жатыр қазір. Қазір мүмкіндігіңіз бар, айта аласыз. Енді арнайы белгіленген орындарға төгіп келе жатыр, көлігі барлар. Ал көлігі жоқтарды жаңағы үйіп қойған жерінен тазалық айлығында сол жерден. Көлікті жалдау керек болар мүмкін, сондықтан да қиынсынатын болар тұрғындар. Қалай ойлайсыз? Енді көлігі барлар да бар, енді көпшілік көлігі бар. Енді қазірдің өзінде ауылда 10 трактор бар тіркемесімен, және жүк көліктері бар, 10 шақты. Солармен келісет болмаса үйіндегі жеке УАЗымен, басқа жеке машиналармен сыртқа шығарады. Шығармайтындар да бар, оны өзіміз тазалаймыз, оны тазалап келе жатырмыз. Қатты қалдықтарды қайтесіздер? Тұрмыстық қатты қалдықтарды да биыл тазаладық. Осы бірнеше машинаны жалдап, арнайы белгіленген орынға төктік. Енді осы күз айларында да осы жұмыстарды жалғастырамыз. Бұл енді тек қана тек көктем мен күзде жасалатын жұмыстар емес, оны енді демеушілікпен де басқа ауылдағы мекемелермен де жасап отырсыздар. Сенбіліктер ұйымдастырып, осы тазалап тұрмыз.
Тарихи мәдени ескерткіштер бар ма ауылдың маңайында? Жалпы республикалық, жергілікті? Бізде енді мына ауылдан, біздің Бейнеу ауданында енді әр ауылға республикалық және жергілікті дәрежеде қорғауға алынған ескерткіштерді бөліп берген. Бізге Амантұрлы батыр ескерткіші берілген. Осыған біз жыл сайын жөндеу жұмыстарын жасаймыз, ағаш егеміз, абаттандыру жұмыстарын жасап келе жатырмыз. Ауылдағы мекемелермен сенбіліктер ұйымдастырамыз. Өткен жылдан бастап соған бір адамды арнайы шырақшы ретінде алдық. Қазір ол кісі бір аптаның 3 күнінде болмаса 2 күнде сол жақта жатып, сөйтіп жұмыс жасап жатыр. Көгалдандыру деп айтып қалдыңыз. Су мәселесі шешілген жағдайда ғана шешілетін мәселе болады. Су мәселесі шешілген жағдайда енді ауылым көгалданады деп ойлаймын. Жақсы көгалданады. Биылдың өзінде осы 2 ауылдың әкімі болып, Төле ауылы мен болып, мына Ақтөбе облысына Ойыл дейтін жерге барып келдік. Себебі ол жақта бір қызыққанымыз, мына құмның үстінде қарағайлар өседі екен. Осы қарағай біздің ауылымызда құмақ жер. Осы қарағайды өсіріп көрейік, шыға ма, шықпай ма деп. Зерттеп келдіңіздер. Жүздің үстінде қарағай ектік. Бұлар мына күн салқындау кезде өсіп тұрды да, кеше күн ысыған кезде қурап қалып тұр, бізге қолайсыздау болып тұр. Одан басқа да мына тек қана жаңа қара ағаш еге бермей, басқа да мына қылқан жапырақты ағаштарды өсіру жоспарда бар. Бұл енді су тартылған, келесі жылдары су тартылған кезде бұны қолға аламыз енді. Жалпы енді көп мәселені қозғадық, дегенмен де негізгі мәселені өзіңіз айтарсыз. Енді негізгі мәселе дейтін ауыл болғаннан кейін бар мәселе болады, енді қалай болмасын. Күнде шығып жатады кейде мәселе. Мәселелер шешіліп те жатады. Енді қазір тұрғындардың көкейінде жүрген жаңағы газ құбырын жаңарту мәселесі ескірген. Бұл шешімін табады деп ойлаймын. Бұл күйінде қалып қоймайды. Су мәселесі шешілді. Енді жаңағы қазір үкіметімізде цифрлы Қазақстан бағдарламасы жүріп жатыр ғой. Сондықтан мына интернетке кіруді халықты көп үгіттеп жатырмыз. Электрондық цифровой жаңағы қолтаңбаны алуды, сосын жаңағы электр желісі тартылмаған жерлерге біз сұраныс бердік. Біз тарту жөнінде бұлар тартылатын болады алдағы уақыттарда. Желіде көрерменіміз бар екен сауалмен. Тыңдап тұрмыз? Қайырлы кеш, сәлематсыз ба? Ауыл шетіндегі кешке қарай бұл көрерменге тоқтау болады ма екен, болмайды ма екен, соған қойып сұрағым. Ауылдың шетінде түтін лас ауа болады дейді. Қысқа нұсқа жауап берсеңіз? Енді бұл түтінді жағу, кейбір адамдар жаңағы түйесі үшін түйесі аунайды деп жағады. Біреулері азайтамыз деп жағады. Бұларға біздер енді биылда тазалап бердік, жанып жатқан көңдерді тазалап. Сосын ескерту жасадық, енді от жақпау жөнінде. Арнайы орындар дайындауға болмай ма? Енді жаңа айтып өттім ғой, бұрыннан біздерде жинақтап қойған қи мен жаңа көң бар, енді ол оны түгел барлығын шығару үшін көп қаражат қажет етеді деп ойлаймын. Бірақ жаңа өртеніп жатқан жерлерде өткенде түнгі мезгілде де мына ескерту жасалды. Өрт сөндіру мекемесін шақырып, өшіріп, сол өртеген адамдарға ескерттік. Енді шыныңызды айттыңыз, Айдарына кезек береміз. Өзіңіз білесіз, бұл айдарымызда 10 сұраққа иә немесе жоқ деп жауап бересіз. Ауылда сыйлысыз ба? Иә. Мырзасыз ба? Иә. Ауылым мұнтаздай таза деп айта аласыз ба? Жоқ. Жиі шаршайсыз ба? Жоқ. Шынайы досыңыз бар ма? Бар. Сыйлық алған ұнай ма? Ұнайды. Сыйлық бергенше? Ұнайды. Бақыттысыз ба? Иә. Ренжігенде дауыс көтересіз ба? Жоқ. Осы сұрақтарға шынайы жауап бердіңіз бе? Иә. Өткен жыл студиямызға кездесуде ұзақ жыл әкім болам деп ойлайсыз ба деген сауалға неліктен жоқ деп жауап бергеніңізге бүгін жауап ала аламыз ба? Енді жаңа аудандық мәслихат депутаттары 17-ші жылы бізді қайтадан сайлады. Содан кейін сенім артқаннан кейін барып осы қайта жұмысымызды жасап жатырмыз. Рахмет, студиямызға келіп ашық әңгімеңізге. Марат Есенұлы, жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет. Қадірменді көрермен, ауыл және әкімнің кезекті санын осымен аяқтаймыз. Ауылымыз ажарлы болсын, аман болыңыздар.